Дипломаттар Ауғанстанға кеткен туристерді қалай болмасын қайтару керек. Осыдан бірнеше жыл бұрын шыққан фильм еді. Кеше сол есіме түсіп, ютубта тұр екен, ютубтан көрдім. Фильм не туралы? Бұл жерде қандай да бір дінде, қандай да бір сектада адамдар болады. 23 адам Пекиннен Дубай арқылы Ауғанстанға барады, турист ретінде. Сол жерде бір қайырымдылықпен айналысқысы келеді. Сонымен оларды талибандар күтіп алады да, сонымен оларды қинап отырғызып қояды. Олардың Корей үкіметіне талабы ол Кореяның әскерін Ауғанстаннан алып тастау керек. Егер солай жасамаса, онда жаңағы 23 Кореяның азаматы өмірден өтеді. Бұл өмірден алынған фильм. Сол кезде дипломаттардың бірі келіссөзші министрмен бірге Ауғанстанға аттанады. Одан кейін Пәкістанда, Иранда жұмыс жасап жүрген әскери азамат, оны Хёнбин сомдайды. Сол екеуі жаңағы келіссөзшімен әскери азамат екеуі осы Кореяның азаматтарын қалай болмасын құтқарып елге қайтару керек. Өте қызық, боевик жанры бұл жерде бар. Сондықтан да кейіпкерлер әрине ойдан шығарылған, жалпы оқиға өмірде болған. Расында да 23 адам Кореяның азаматтары солай Ауғанстанға кеткен. Сондықтан да көруге кеңес беремін. Фильмнің аты «Переговорщики».